Дінді қатты ұстану ол дұрыс емес. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады: сендердің ең жақсы дін ұстануларың бұл орта жол ұстанғандарың деді. Біздер орта жол ұстануымыз керек. Яғни діндар адам фанатизмге беріліп, дінді қатты ұстанып, соған қатты беріліп кету ол дұрыс емес. Өйткені Алла Құранда біздерге Хаж сүресінде айтады: ол сендерді таңдады және ол дінді жеңіл қылды деді. Жеңіл қылу деп адам баласына бір үзір іздеп кетуді емес, дін ұстанған уақытта орта жолды ұстануды айтқан. Біздерде орта жолды ұстануымыз керек. Қоғаммен араласу, ағайынмен араласу, ата-ананы сыйлау, балаға мейірімділік, әйеліңе мейірімділік. Бұның барлығы орта жолда ұстанатын амалдар. Біздер қатты дінді ұстанып, өзімізбен оқшауланып, фанатизмге беріліп кетпеуіміз керек.